ақау мәселесін. Ағымдағы жылы облыстық қос басылым Орал өңірі және Приуралия газеттерінің жарыққа шыға бастағанына 95 жыл толмақ. Жайық пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде ардагерлер ұйымы мүшелерінің бас қосуы дәстүрге айналғанды. Биылда аталмыш серіктестіктегі жаңа жыл мерекесінен кейінгі алғашқы жиын ардагер журналистердің бас қосуымен басталды. Олар осы жылы атқарылар жұмыстарды саралады. Биылға 2013 жыл біздің Батыс Қазақстан облысының, тек қана Батыс Қазақстан облысы емес, республикамыз үшін деп айтуға болады, мерейлі жыл. Мерейлі жыл дейтін себебіміз біздің Орал өңірі газеті менен облыстық Приуралия газеті 95 жасқа толайын деп отыр. Ең аға газет, ең көне газет, ең бірінші жарық көрген Қазақстан аумағындағы 95 жасқа толып отырған екі газет біздің мақтанышымыз. Біз шама жеткенше бұл екі басылымды төбемізге көтеріп мақтануымыз керек. Өйткені Қазақстан аумағында тағы да қайталап айтайын, ең бірінші жарық көріп, өзінің оқырмандарына жол тартқан, оқырмандарының жүрегінің орнын тепкен осы екі басылым. Ал осыған байланысты біз ардагерлердің, осы облыс көлеміндегі ардагерлердің басын қосып, жаңа жиналыс өткіздік. Біздің аға газетіміз Егемен Қазақстан өзінің өмір тарихы жөнінде, өзінде жұмыс істеген тұлғалар жөнінде, қызметкерлері жөнінде үлкен Егемен Қазақстандықтар деген кітап шығарған екен. Бұл бізге үлкен түрткі, үлгі, өнеге десек те болады. Соныменен ардагерлеріміздің көмегі, жаңа айтып отырмын, естеліктері барлығы бұрыннан сақталған, бұдан 40-50 жыл бұрынғы, 60-70 жыл бұрынғы қалған суреттердің барлығын сол кітаптарда пайдаланбақшымыз. Ардагерлер бас қосуда бір кездері қос басылымда журналистік қызмет атқарған аға буын хақында фотошежіре жасақтамақ ниеттерінде жасырмады. Сондай-ақ Жайық пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директоры Жантас Сафулин жиылғандарға ағымдағы жылы атқарылар іс-шаралар жоспарымен де таныстырды. Өз кезектерінде аға буын өкілдері ұйымдастырылар шараларды қуаттап қолдайтындықтарын жеткізді. 95 жыл деген тарихи момент қой. Сондықтан ардагерлерінің жақсы мақалаларының өзінің каждый өзінің этажында несін выставкасын жастар оқысын, көрсін, қандай мақалалар жазып жатыр. Қазір қандай мақалалар жазып жатыр. Ардагерлер қандай мақалалар жазды екен, қандай проблемаларды, қандай сұрақтарды көтерді екен, соны біліп отырсын деген сияқты. Енді қазір енді позитив кетіп жатыр ғой. Уақытында біздер үлкен проблемаларды көтеріп тұрдық. Сол проблемалар газеттердің арқасында шешіліп тұрды. Сондай жастарға көріп қалсын дегенім. Сол Орал өңірі өздерінің ардагерлерінің, Приуралия газеті өзінің ардагерлерінің жақсы сондай мақалаларының выставкасын жасаса деген істен типа. Жаңағы газет айтқан сияқты альбом екі бастан солай сондай пікір. Ал оны қиын нәрсе емес қой, істен жасау. Подшеркілер бар, одан табылады. Жақсы бастама, дұрыс бастама. Ол газеттің 100 жылдығын күтетін ештеңесі жоқ, 95 жылдығында. Өйткені ардагерлер сирей береді. Сирей берген сайын естеліктер де азая береді. Енді қарап отырсаң, өзі ең ардагерлердің кішісі бізде үлкені ғилақан қойын шауып жүрген. Қалғандары уже көз түрлері келе алмайды, жүре алмайтын дәрежеге жетіп жатыр. Соларды пайдалану керек, жаңағы газетке хабарландыру керек, радио, телевидениеге хабарландырулар беріп, жаңа тума туысқандарын. Ол кісілердің де өздерінің жазып қалдырғандары болар.
соларды алып пайдалану керек. Енді естелік материалдар ететін болса, үлесімізді қосамыз. Ардагер журналистер қос басылымның мерейлі мерекесіне орай атқарылар шараларға белсене атсалысатынын жеткізді. Нұрлыбек Қыдырғалиұлы, Темірболат Тоқмамбетов, Наурыз Халитов, Жайық пресс ақпарат орталығы.